Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? А, Ұлымыз екеуміз метаник пирогын пісіруге кірістік. Бұл видео алдыңғы демалыста түсірілген. Әні салам, мәні салам деп ұялмай енді салып отырмын. Ренжімеңіздер. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ал бұл пирогты не үшін пісіріп жатқанымды видеоның сонында айта жатармын. Ұнын қосқаннан кейін өзім алып, осылай қолмен тез-тез иілеп, формаға осылай жайып салдым. Негізінде мына кольцоға фольга төсейтінмін, фольгам бітіп қалған екен. Пергамент төсей салдым. Осылай начинкасын дайындап қойдым. Начинкасының қанты еріп болғаннан кейін жаңа тестам үстіне құйып, духовкаға салып қойдым. Одан кейін шелпекке нан илеп қояйын деп, жылы сүтке сода, тоз, қант қосып, осындай нан илеп, жаңа қамыр илеп дайындап қойдым. Біраз кішкене тұрғаннан кейін жетіге бөліп, домалақтап жайып пісірдім. Жаңағы пирогым осындай болып пісті. Өте жұмсақ, әдемі болып. Айранымды, сүтімді дайындап, кешке күйеуім жұмыстан келгеннен кейін қалаға қонаққа барып келдік. Сау болыңыздар.